Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз булочка с начинкой дайындаймыз. Сіздермен бірге Таңшолпан менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге 200 мл сүт, 100 мл сүтке 50 грамм сары майды ыстық сүтке ерітіп алдым және бір жұмыртқа қосамыз. 200 грамм қантымызды қосамыз. Біз тәтті болған ұнатамыз, сол үшін сіздер аз қоссаңыздар да болады. Шым-шым тұз және бір шай қасық дрож қосып жақсылап араластырамыз да 5 минутқа қойып қоямыз. Ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды осылай қолмен 5 минуттай илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қойып қоямыз. Қамырымызды екіге бөліп, жұқа етіп жаямыз. Начинкасына 50 грамм қант пен 50 грамм жаңғақты араластырып, екіге бөліп саламыз. Жақсылап барлық жеріне жаямыз. Жайып, шетінен бастап ораймыз. Видеодағыдай кесеміз. Қамырдың біткен жері ажырап кетпес үшін жақсылап қолмен осылай видеодағыдай жабыстырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырып, бетінен өстіп видеодағыдай басамыз. Жарты сағаттай қойып, 180 градуста 30 минут пісіреміз.